Қайырлы күн, достар. Айнұрдың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шашырап пісетін палау тағамын дайындайтын боламын. Яғни өзімнің палау жасау әдісіммен бөлісетін боламын. Және қасына балғын көкөністерден жеңіл салат дайындайтын боламыз. Палаудың дәмі өте керемет болып, және күріштері жабыспай шашпа палау болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек заттарды дайындап аламыз. Бірінші мен сиыр етін орташа қылып турап алдым. Етті қалай етіп турау өз еріктеріңізде. Палауға негізі қойдың құйрық майын қосуға да болады, дәмін шығару үшін. Мен сиыр етінің майлы жерінен алдым. Екінші сәбіздің қабығын аршып, жуып, тазалап, әуелі дөңгелектеп, содан соң ұзыншалап тураймыз. Сәбізді майдалап жібермеңіздер, әйтпесе езіліп кетеді. Орташа қылып турап аламыз. Пиязды жарты дөңгелек қылып тураймыз. Және пиязды молынан қосатын болсақ, тағамның дәмін келтіреді. Енді қазанға сұйық май құйып, оны қыздырып алып, пияздың жарты бөлігін салып, қуыруды бастаймыз. Пиязды әбден қуырамыз, өйткені палаудың түсінің әдемі болуы осы пиязға байланысты. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Пиязды әбден қуырып алып, үстіне етті салып қуырамыз. Етті қызарғанша орташа отта қақпағын жауып, жарты сағаттай қуырамыз. Арасында араластырып тұрамыз. Қақпағын жауып қойып тұрсаңыз, ет бұқтырылып, жақсы болып піседі, әрі дәмі өзінде болып тез пісетін болады. Етті қызартып қуырып алып, үстіне қалған пиязды салып, 2-3 минуттай тағы қуырамыз. Тамақтың дәмін келтіру үшін пиязды осылай екіге бөліп саламын. Біраз қасықтай тұз саламыз. Пиязды біраз араластырып алып, сәбізді саламыз. Міне енді сәбізін саламыз. Сәбізді көп қуырмаймыз, езіліп кетпес үшін. Бір араластырып жіберіп су құямыз. Су еттің бетін жауып тұру керек. Мынадай бір бас чеснок салдым. Қақпағын жауып қатты қайнатып, асын басып жарты сағат жай отта бұқтырып пісіреміз. Еті қайнайым дегенше, күрішті әбден 5-6 рет жуып, үстіне жылы су құйып, жібітіп қоямыз. Еті пісуге жақындағанда мейізді жуып алып саламыз. Үстіне күрішін салып, жылы су құямыз. Суды күрішпен бетпе-бет қылып құямыз. Күрішті осылай тегістеп шығамыз. Астындағы отын қаттыға қойып, 10 минуттай қатты қайнатамыз. Мына чеснокты алып тастауға болады. Қайнап суы тартылған соң, қасықпен осылай тесіп шығамыз. Асын баяу отқа қоямыз. Зираны езіп салдым. Жаңағы чеснокты қайта саламыз. Күрішті жиегінен ортасына қарай жинаймыз. Бетін жауып, жай отта піскенше бұқтырып қоямыз. Палау пісем дегенше салат дайындайтын боламыз. Барлық көкөністерді жуып алып тураймыз. Қызанақта майдалап тураймыз. Достар, алдағы уақытта шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қиярды да жұқалап тураймыз. Одан кейін қызыл пияздың жартысын жіңішкелеп тураймыз. Одан кейін укропты турап алып, бәрін бір ыдысқа салып, қызыл ащы бұрыш тұз салып, 2 тамшы уксусқа 2 ас қасық су қосып құямыз. Сұйық май құямыз, бәрін араластырып, салқын жерге қойып аламыз. Қалауымызша ыдыстарға саламыз. Міне бізде осындай жеңіл салат дайын болды. Енді палауды көрейік. Бірінші бетіндегі чесногын алып тастаймыз. Осылай күрішінің астынан бетіне қарай жаймендеп аударып, еттерін бөлек ыдысқа салып аламыз. Кейін палаудың бетіне турап салатын боламыз. Күрішті қатты баспаймыз. Ақырындап езіп алмай, астындағы сәбізін бетіне шығарамыз. Міне күріші бір-біріне жабыспай, шашырап, қып-қызыл боп пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Палауды ыдысқа салып алып, бетіне етін турап салатын боламыз. Осымен шашырап піскен дәмді қып-қызыл палауымыз дайын болды. Етін бетіне турап саламыз.
Міне осымен шашырап піскен палауымыз дайын болды. Енді дастарханға қойып қонақтарымызға ұсына беруімізге болады. Сіздерге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта шығатын керемет видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Бәріңізге сәттілік.